Енді бүгін 10 қазан 2025 жыл мынау халық көкейіндегі сауалды осы Теле2 компаниясындағы отырған қыздарға қоюға келіп отырмыз. Жамбыл облысында көп жерлерде мынау Теле2-ның жұмысы өте нашар, қызметі нашар. Қазір ғана осы жерде мынау Құмшағалдан тұтынушылар болды. Ол кісілерден қазір қарындасым бер қара. Мына жерде о қарындасым. Қарамайсың ба? Сіз қазір ғана осы жерде сізді мен қазір таспаға түсіруді ескертіп тұрмын, иә? Атыңыз кім дедіңіз? Мария. Таспаға түсіруді ескертіп тұрмын сізге. Мен сізді таспаға түсіріп жатырмын. Соны ескерте кетемін. Және десе осы жерде Құмшағалдан тұтынушылар болды. Енді клиенттер келді. Олар сіздің көз алдыңызда Құмшағалда Теле2 өте нашар жұмыс істейді деді. Және десе мен Қызылшарықта болдым кеше ғана. Қызылшарықта аэропорттың тұсында Теле2 нашар істеп жатыр. Дулати көшесінде мынау Лермонтов остановкасының аялдамасының тұсынан өте нашар істеп жатыр. Бектөбеде өте нашар істеп жатыр. Істемейді десе де болады. Асада, Бірлесембекте, Қаракемерде, ар жақта Қызыләуітте мүлдем істемейді. Осылардың бәрін жазып алыңыз. Бурнида мүлдем істемейді. Шақпақ-Ата ауылында мүлдем істемейді. Баяғы анау халық неге шықты ғой, мирный митингіге шықты ғой. Соға дейін өте жақсы істеген. Сол кездерде бір блокировка қойып бүйтіп не қылды. Содан кейін оңалмай қалды. Мынау халық көкейіндегі жүрген сауалдарды мен сіздерге қойып тұрмын. Сол сауалдарға басшыларыңызға, қазір мынау видео басшыларыңызға жетеді деп ойлаймын. Бұл видеоны қазір TikTokқа жүктеймін, YouTubeқа жүктесем, YouTube'тан шығарып тастап жатыр. Facebook'ке, Instagram'ға барлығына жүктеймін. Басшыларыңызға жетеді деп ойлаймын. Және десе басшыларыңыз тез арада жауап берсін. Неге дегенде тұтынушылардың басшыларыңыз ақшасын алып отыр. Сондықтан ақшаны алып атқаннан кейін қызметтің өте төмен болуы бұл ұят нәрсе. Мария, енді басшыларыңызбен байланыса аламыз ба қазір? Бурнидағы, Алматыдағы. Жоқ. Байланысу мүмкін емес ба? Неге сіздермен енді олар байланысты болмайды? Сіздер сатушы емессіздер ме? Сіздер товар сатып аласыздар ғой. Мысалға Теле2-ны сатып аласыздар. Оларға сіздер қалай немен отчет бересіздер? Сіздер байланыса алмасаңыздар да. Қазір сіз мені өзіңіз басшыңыз байланыстырсаңыз, мен деген жаңа халықтың көкейіндегі сауалды қойсам деген едім да, Мария. Неге ондай қарсылық білдіріп отырсыңдар? Товарларыңыз өте нашар, сапасы төмен, Теле2-ның. Қазір естіңіз мына жерге тұрған тұтынушылардан, Құмшағалдың келген тұтынушылардан. Мына әйел кісі айтты, анердегі баласымен келген еркек кісі айтты. Құмшағалда өте нашар жұмыс істейді. Арғы чөлдаланы атамай-ақ қояға. Мына жақтан кейін Кирова базар жақтарда да істемейді. Оның ар жағындағы датчыларда да істемейді. Осылардың барлығы қашан оңдалады енді? Аймамай қымбаттап жатыр ғой енді сіздің компанияларыңызда мына Теле2 дегеніңіз. Қымбаттап жатқанын сіз білесіз ба? Қымбаттап жатыр, иә? Мария, неге бас тартып жауап беруден? Мария? Я уже вам ответила. Не жауап бердіңіз? Маған ештеңе жауап берген жоқсыз. Қашан? Не жауап бердіңіз? Бір сағат кейін. Бір сағат кейін жауап бересіз ба? Бір сағат мен сізді күтіп отырайын ба, неге? Қазір жауап берсеңіз не қылады? Уже дала вам ответ на... Жоқ, сіз дала болған жоқ, сіз берген жоқсыз жауапты. Мен сізге жауап қойып отырып. Сіз бірде-бір сауалға жауап қойып отырған жоқ. Замена чипа керек, жалоба керек. Жалоба мен 30-ын жаздым оның. Айтыңыз жоқ, жалоба керек емес. Болды? Жалобаға не деп жазамыз қазір? Мен қазір жалобаңызды жазамын, иә? Одан кейін оңала ма? Мен қазір халықтың көкейіндегі тұрған сауалмын, келіп отырмын. Письменный ответ с Алматы получите официальный. Маған письменный емес, видео ответ керек. Шығып, бер қараңыз, TikTok'тан сөйлесін. Осындай бізге сауал қойылды. Теле2 өте нашар істейді. Осындай себептен жақсы істемейді деп сауал қойсын.
ой жауап берсін деп жатырмын да. А письменный болғанда жалғыз маған жауап берген не қажеті бар? Мен халықтың атынан келіп отырмын ғой. Мен мысалға маған Теле2 керегі де жоқ. Барамда мен қазір ненің Билайн өтіп кетуім мүмкін. Давайте. Номер скажите. Жауабыңыз айтпайсыз ба? Ешқандай жауап? Мен сізге сауал қойдым. Қарындасым Мариям. Сауал қойдым, жауап қойдым. Обслуживание жасаймын. Кімді? Клиентте. Клиент келмей тұрып неге жауап бермедіңіз жаңа? Клиент келмей тұрып жауап берген жоқсыз. Қазір клиент келді. Қарындас, сіз қайерден келдіңіз қазір? Қарындас? Только у вас 6000 тенге тариф без лимит. 6000 теңге ме тариф? 6000 теңге. Жоқ, только 5790. Неге? Мен звонағанда бар деді ғой. Жоқ, акция. 3000 Кім 611 колл-центр ма? 611 звондағанда. Им нужно позвонить. Это их А акция я звоню внутренняя. уже. Не берут? Нет, я звоню. Қарындас, сіз қайерде тұрасыз? Білуге бола ма сізді? Тараз. Қайерде тұрасыз Тараздың? Жоқ, Теле2-ның мынау қызметіне қандай пікіріңіз бар? Менікі нормально, мен өзім ауысайын өзім басқа тариф. Басқа тарифке ме? Енді көп жерлерде шағым болып жатыр, Теле2 жақсы істемейді деген. Қала береді. Мариям, халыққа жауап беруден бас тарттыңыз. Демек, мынау Теле2 компаниясының жұмыстарына бойкот жариялап, осы байланысты ортада мүлдем алып тастауға әрекет қылуымыз керек. Бұлар бізді менсінбей де отыр, жауап бермей де отыр. Көріп отырсыздар, мынау қыз жауап бергісі келмей қойды. Мешайте обслуживать. Сіз маған мешайт етіп тұрсыз. Мына клиент келмей тұрып, мен сізге сауал қойдым. Сіз жауап бермей қойдыңыз. Я не обязана отвечать вам. Почему не обязаны? Халыққа сіз жауап бермейсіз ба? Халықтың алдында. Тірет емес, мен бірінші рет келіп жатырмын. Қойыңыз.